Үштағанда 7 теңіз бар. Және әр теңізді байланыстыратын құлып бар. 6 құлыпты ашсаң, олар саған 7-сін көрсетеді. 7 құлыпты ашуым керек пе? Мен оны қалай істеймін? Ең алдымен құлыптарды табуым керек. Сиқырлы құлыптарды. Олар өте қауіпті жерде жасырылған. Содан кейін жайсыз түстен пайда болған аяусыз мақұлықтар сақшыларды жеңуім керек. Сондай-ақ, Скуливардың генералы Алтын Сүйек. Олар ылғи соңымыздан қалмайды. Мен бірде оны жеңдім, сондықтан одан қорықпаймын. Не деген ұмытшақсың, капитан? Оны мен жеңдім. Ендеше тағы көмектес. Әне, достар, мен бұл жерден кетіп үйіме оралғым келеді. Бір жаққа аттанбас бұрын бізге топ мүшелері керек. Табамыз. Бұл жерден кеткісі келетіндер бар шығар, солай ма? Сен кетемін деп едің ғой. Иә, кеткім келеді, әрине. Сен әлі нағыз капитан емессің. 7 теңіздің күшіне ие болған жоқсың. Бұл тапсырмаға барынша мән беруге тырыс. Барынша жаттығуың керек. Әй, не істеп жатырсың? Ол не істемекші? Білмеймін, өз басым қарсы емеспін. Алға азақ! Менде қабілет жетерлік, бірақ айлакер емеспін. Үйге қайту үшін Бермуд ұштағандағы мықты капитан болуым керек болса, жаттығуды бастайық. Ей, алып сүлік, мен келдім. Мен ұстағың келіп тұр ғой, мұнда кел. Менің шесімнен адасқан сияқтысың, теңіз дертіне шалдыққансың ғой, иә? Жаттығуың керек демеп бе едің? Дайындал, Калабрас. Жаттығу қазір басталады. Мына жігіт есінен адасыпты. Бұл маған ұнайды. Алып 8 аяққа қарсы қандай ерекше қабілеттерің бар. Бұл жаттығу емес, ақымақтық. Көзсіз ерлік жасаймын деп әліге қалаты болды. Алып құбыжыққа жем болғың келе ме? Арияның көзі де бай. Калабрас.